Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Менде әрдайым оңай әрі өте дәмді рецептілер. Ал бүгінгі видеода ерекше дәмді, дастарханда тәрелкесі бірінші болып босап қалатын алатау салатын дайындаймыз. Қажет ингредиенттер: осындай аңшы шұжықтары, салат жапырақтары, қызанақ, брынза ірімшігі, корнишон қиярлары. Мен майонез қолданамын, және ұнатсаңыз қыша тұздығын қосуға болады. Салқын суға жуылған, кептірілген салат жапырақтарын қолымызбен орташа бөліктерге үземіз. Кез келген салат түріне пышақ тигізбеу маңызды. Пышақпен кесетін болсаңыз, бірден солып, қытырлақ болмай қалады. Кептірілген салат жапырақтарын контейнерде арасына қағаз сүлгі салып, тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтауға болады. Келесі қажет ингредиенттерді осылай кесіп аламыз. Аңшы шұжықтарын көлденеңнен кесу керек. Брынза ірімшігін осылай үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген ірімшікті қолдансаңыз болады. Корнишон қиярларын қосамыз. Орташа етіп туралған қызанақтарымызды қосамыз. Қызыл немесе сары черри қызанақтарын екіге бөліп қолдансаңыз тіптен керемет. Осы мөлшердегі ингредиенттерге 3-4 ас қасық майонез қажет болды. Қыша тұздығын қолданбадым. Екі орташа тәрелкеге жететін ингредиенттер мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Салатымыздың фишкасы ол чечил ірімшігі. Оны жұқа етіп жіпшелерге бөлуіміз керек. Оны жұмсарту мақсатында 10-15 секундқа ыстық суға салып қоямыз. Одан артық ұстамаңыз, ірімшік еріп кетеді. Жұмсарған ірімшікті қолымыздан келгенше жұқа жіпшелерге ажыратуға тырысамыз. Салатымыздың үстіне ықшамдап орналастырамыз. Осымен қазіргі таңда хит болып жатқан алатау салаты дайын. Байқағаныңыздай, барлық ингредиенттері дайын болғандықтан өте тез дайындалады және одан да тез желінеді. Осы мейрамда дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.